достар, сіздерді Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжіне оқуға шақырамыз. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі, тәрбиеші көмекшісі біліктілігі бойынша педагогикалық мамандарды даярлауды жүзеге асырады. Қолданбалы бакалавриат бойынша 11 сынып негізінде студенттер қабылданып, мектепке дейінгі тәрбие және оқытудың қолданбалы бакалавры біліктілігі бойынша мамандар даярлайды. Шоқан Уәлиханов университетімен меморандумға қол қойылған. Студенттер кейін осы оқу орнында білімдерін жалғастыра алады. Мектепке дейінгі бөлім дәрісханалары заманауи үлгіде жабдықталып, студенттің білім алуына барлық жағдай жасалған. Интерактивті күнмен жұмыс жасау баланың өз шындық әлемінде көл, тау, жанартау және аңғарларды құруға мүмкіндік беретін кешен. Сонымен қатар балалардың логикалық ойлау, заттың түсін, пішінін, қоршаған орта, жер құрылымы және жаратылыстану туралы түсініктерін қалыптастырады. Сенсорлы интерактивті үстел балаларды ойната отырып, жан-жақты дамуына өте ыңғайлы. Сиқырлы алаңқай бағдарламасы орнатылған бұл кешенде балаларға арналған 19 дайын интерактивті үйретуші мен дамытушы ойындар жиынтығы, оның ішінде 150-ден астам ұйымдастырылған оқу қызмет түрі енгізілген. Мектеп жасына дейінгі балалардың инженерлік ойлауын, шахмат пен дойбыны үйренуге, сондай-ақ саусақ моторикасын және де қол қимылдарын үйлестіруге арналған ойынның көптеген түрлері бар. Тәрбиеші мамандығы – ол адам бағдарын жасаушы, келешек ұрпақтың сәулетшісі. Бала тәрбиесінде заманауи технологияларды қолдана алатын, білікті тәрбиеші педагог болуыңыз келсе, Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжіндегі мектепке дейінгі бөлімде күтеміз.